Сәлем достар, бұл Жусан Инвест. Бүгіннен бастап біздің YouTube каналымызда жаңа жобаны іске қосып жатыр. Енді біздің компанияның клиенттерге қызмет көрсету орталығына келіп түскен сұрақтар ішінен 4-5-еуін таңдап алып, осында жауап береміз. Алғашқы видеода сіздерден келіп түскен сұрақтарға клиенттерге қызмет көрсету орталығы менеджері Назерке Құрманжан жауап береді. Одан басқа сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астында жазып кете аласыз, біз міндетті түрде жауап береміз. Лайк басып, каналға жазылыңыз, ал біз бастаймыз. Қайырлы күн, менің есімім Назерке, Жусан Инвест компаниясының клиенттерге қызмет көрсету бөлімінің менеджерімін. Бүгінгі сұрақтарыңызға мен жауап беремін. Брокерлік шотты қалай ашады? Брокерлік шотты ашуға өтінім қалдыру онлайн түрде жүзеге асырылады. Ол үшін сізге Жусан банк мобильді қосымшасында инвестициялар бөліміне өтіп, өтінім қалдыру керек. Шот регламентке сәйкес 1-3 жұмыс күнінің аралығында ашылады. Шот ашылған кезде сіздің почтаңызға шоттың ашылуын растайтын хабарландыру келеді. Брокерлік шотты қалай толтырады? Брокерлік шотты толтырудың бірнеше жолы бар, ал оның ең оңай әрі қолайлы жолы брокерлік шотыңызды Жусан банк картасы арқылы онлайн түрде толтыру. Ол үшін Жусан банк мобильді қосымшасының ішіндегі инвестициялар бөліміне өтіп, толтырым бөліміне кіру. Содан кейін Жусан арқылы толтыру бөлімін таңдап, толтырым сомасын енгізесіз. Жусан банк картасымен брокерлік шотыңызды тек қана теңгемен емес, сонымен қатар доллармен де толтыруға болады. Толтырым ешқандай комиссиясы жүзеге асады, және қаражатыңыз 15 минут көлемінде брокерлік шотыңызға түседі. Қайда ақша салса болады? Инвестицияларды қайдан алуға болады? Біз сізге Жусан Инвест сарапшылары ұсынатын инвестициялық кеңестерді қарауға кеңес береміз. Оларды біздің мобильді қосымшаның ішінен таба аласыз. Сонымен қатар сарапшылармен жүргізілетін GI Analytics Telegram арнасын күнделікті бақылап отырсаңыз болады. Одан бөлек, қандай да бір компанияның құнды қағаздары бойынша сұрақтарыңыз туындап жатса, жоғарыда айтып өтілген Telegram арнада күнделікті таңертең тікелей эфирлер өтеді. Сол жерде сұрақтарыңызға жауап ала аласыз. Сонымен қатар, Жусан мобильді қосымшасында инвестициялар бөлімінде түрлі топтамалар бар. Мысалы, дивиденд төлейтін құнды қағаздар, 5000 теңгеге дейінгі құнды қағаздар, жасыл энергетика саласында жұмыс істейтін компанияның акциялары және халал акциялар. Бұл топтамалардың барлығын мобильді қосымшаның ішінен дүкен бөлімінен таба аласыз. Өзіңізге тиімді болған құнды қағазды сатып алу мүмкіндігі бар. Құнды қағаздарды қалай сатып аламын? Біз өзімізді онлайн брокер ретінде көрсеткендіктен барлық операциялар онлайн түрде мобильді қосымшаның ішінде жүзеге асады. Құнды қағазды сатып алу үшін сізге Жусан банк мобильді қосымшасына кіріп, инвестициялар бөліміне өту керек. Содан кейін іздеу жолы арқылы өзіңізді қызықтыратын құнды қағаздың тикері немесе эмитент атауы арқылы тауып, сатып алу батырмасын басасыз. Бұйрықты жасау бөліміне кірген кезде бағаны көрсетіңіз жолына өзіңіздің бағаңызды немесе қызылмен көрсетілген бағаны енгізесіз. Көлемін көрсетіңіз жолына, қажетті мөлшерді жазасыз, содан кейін сатып алу батырмасын басасыз. Сіздің бұйрығыңыз қабылданады. Ескере кететін жайт, өтініміңізді актуалды бағамен биржаға беру үшін биржаның жұмыс уақытында беру керек. Кассия нарығы, яғни Қазақстан биржасы, Астана қаласының уақытымен 11:30 бен 17:00 аралығында жұмыс жасайды. Ал халықаралық нарық 19:30 бен түнгі 2:00-ге дейін жұмыс істейді. Қандай комиссиялар бар? Брокерлік шоттың ашылуы мен жүргізілуі еш комиссиясыз. Комиссиялар тек қана сәтті жасалған келісімдерге ғана қойылады. Егер сіз халықаралық нарықта сауда жасасаңыз, брокердің, яғни біздің комиссиямыз 0,1% құрайды. Сонымен қатар контрагент комиссиясы минималды $7,5. Ал Қазақстан нарығында сауда жасаған кезіңізде брокердің комиссиясы 0,103%, биржаның комиссиясы 0,015%, сонымен қатар кастодианымыз орталық депозитарийдің қоятын комиссиясы 0,1025% құрайды. Бұл комиссия құнды қағаздарыңыздың кастодиан шотында сақталуына қойылады.